Баршаңызға қайырлы күн, достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағынан ақ шығатын, өте дәмді, сырты қытырлақ, іші сочный, яғни сулы болып шығатын керемет чебуректерді дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қамырды илеуді бастаймыз. Ол үшін бізге 350 грамм ұн және де 175 мг қайнап тұрған су қажет болады. Оған жарты қасық тұзымызды салып ерігенше араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Және де 20 грамм сұйық май қажет болады. Шамамен 2-3 қасықтай болады. Енді барлығын бірінші шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қолымыз күйіп қалмас үшін, одан кейін қолымызбен жақсылап араластырып қамырымызды илеуді бастаймыз. Қамырды ешқандай іртік немесе түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап илеп аламыз. Мінекей осындай орташа тығыздықта қамыр иленіп шықты. Енді осыны пакетке салып шамамен 20 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін біз чебуректердің салмасын дайындаймыз. Бұл жерде 220 грамм сиырдың тартылған еті. Осыған біз 2 пиязды блендермен өткізіп қосатын боламыз. Мінекей осылай пиязымызды блендерден өткізіп алдық. Енді осы пиязды жаңағы тартылған еттің үстіне салатын боламыз. Чебуректеріміз сочный болу үшін осы начинкамызға 30 мг суды құямыз және де дәміне қарай тұз бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіз байқап тұрғаныңыздай, начинкамыз кішкене сулы каша сияқты шығады. Енді 20 минут тұрып демалған қамырымызды алып, жұмыс жасауды бастаймыз. Бірінші осылай қолымызбен 1-2 басып жақсылап илеп аламыз. Одан кейін кесуге ыңғайлы болу үшін стопақша формаға келтіріп аламыз. Яғни колбаска жасап аламыз. Одан кейін өзімізге ыңғайлы көлемде қамырларды кесіп аламыз. Осылай тараздың көмегімен өлшеп кессеңіздер де болады. Мен қамырларды 50 граммнан бөліп өлшеп алдым. Менде 9 бөлік қамыр шықты. Таразымен өлшеп отырмай-ақ көз мөлшерімен кесіп бөліп алсаңыз болады. Енді осы әрбір бөлек қамырды осылай қолымызбен дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Және де беттері кеуіп қалмас үшін міндетті түрде орамалмен жауып қоямыз. Және де шет-шетінен ала отырып қамырымызды жаюды бастаймыз. Кішкене ұн себелеп қамырымызды жайып аламыз. Видео ұнаса лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Ал егер жаңа көрермен болсаңыз, подписать батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Осылайша біз қамырымызды дөңгелетіп алып, кішкене жұқалау жайып алдық. Үстінен етті салмамызды саламыз. Шеттерін қолымызбен басып бекітіп аламыз. Одан кейін роллер болса, немесе шанышқа көмегімен басып алсаңыз болады. Мінекей осылай чебуректерімізді әдемілеп түйіп алдық. Қамырды алдын ала жайып алсаңыз болады. Бірақ жабысып қалмайтынына көз жеткізіңіздер. Ал енді осы аралығында чебуректерді қуыратын майымыз міндетті түрде қызып дайын болу керек. Мен орташадан сәл төмен сылап қыздырып алдым. Және де чебуректерімізді салып, екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Майға салғаннан кейін міндетті түрде осылай тез-тез қасықтың көмегімен үстінен май құйып тұрыңыздар. Сол кезде чебуректеріңіз жақсы көтерілетін болады. Ал бір беті қызарып піскеннен кейін келесі бетіне аударып, келесі бетте жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде орташадан төмен отта пісіріңіздер. Сол кезде ортасы да жақсы пісетін болады. Ал егер жоғары отта тұратын болса, яғни іші піспей қалуы мүмкін. Чебуректерімізді екі бетін қызартып жақсылап қуырып алдық. Осылай көтеріліп пісіп шығады. Дәмі де сөз жоқ. Керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуға ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл.
ас болсын.